Сәлем оқырман. Шерхан мен Ботаның ара қатынасы не болып жатыр? Қосылғандарына бір аптадан асты, бірақ ешқандай даму жоқ секілді. Шерхан болса ер жігіттен қызғанып біреуден бір нәрсе естіген екен. Сол адам былай айтқан екен. Ер жігіт Ботаға әзірше Шерханмен сөйлесе тұр деп айтқан, одан көресін не болатын деп. Оны Бота болса өтірік деп айта салды. Шерхан бұл өсекті кім айтқан екен? Неге ер жігіттен қызғанды екен? Оған бір ой бар енді. Бір жыл бұрын ер жігітке Бота үміткер болып келіп, бір қатынас құрған еді, бірақ екеуінен ештеңе шықпады. Шерхан бір сөзінде ер жігітке қарап, Бота екеуінің шүйіркелесіп отырғандарыңды көрдім, нағыл айтайын, ол маған ұнамайды деді. Бір-бірімен қалжыңдасып ойнайтындары да ұнамайтынын айтты. Ер жігіт болса өз қылығын түсірдіріп айтып берді. Себебі деді, басқа қыздарды қатты танымаймын, ал Ботаны жақсы танимын. Сол үшін де бет сүйіп амандасамыз деді. Бір қатысушылар болса Шерханды қолдап шықты. Ер жігіт пен Бота бір-бірінің қасынан шықпайды. Шерханның ашуы орынды деп растады. Одан болса Бота Шерханды Заринадан қызғанып атылды қызға. Зарина болса тек сұрақ қойған еді. Қолдау көрсетіп жатсың ба, сайыс болып жатыр дегенде, сол сұраққа бола. Өзің онда көрсет деп Бота айқайлай салды. Бота болса өзінің тарабынан ер жігіт ұнамайтынын айтты, және де Шерханмен таныстық тоқтағаны дұрыс болатын секілді деп айта салғаны бар. Бір-біріне ашылып ішіндегін айтпайды екен, сенімсіздік екі тараптан да бар деген әңгімелері кетті. Сол сәтте Бота отырып жылап қалды, және де Шерханды жақсы көретінін мойындады. Бірақ сонда да Шерханның сенімсіздігі сөздерінен көрінді, алда көрерміз не болатынын. Ал көрермендердің пікірі қандай болды екен, оқып көрейін. Қыз үшін ең ауыры ер азаматының өзіне сенбеу. Шерхан сен сұрадың, ол айтты. Өтірік деді. Неге сенімсіздік? Кімнен естігенді айтпайсың? Айтпайтын болсан неге шығардың? Қызған дұрыс, бірақ қызда сену керек. Ол саған сенді. Енді беті бері қарағанда қайта жақтатып жатырсың. Альмира неге осы екеуін итеріп қоса бересің, қайта жұп керек деп зачем олай ертен ажырасып Бота баласын құшақтап кетеді. Альмира неге екеуіне шешімін бермейсің? Ботаны шын сүйсе өткеніне қарамай жақсы көріп, үйленіп уже отбасы болып отыратын еді. Мыжындап қайдағы жоқ нәрсені шығарып отырады. Құрсын тоқтасын, тынышталыңдаршы. Надоили Шерхан өтірік құрастырады да сонан бұжып отырады. Өзінше бір эфирді созу керек. Өтірікті бастап алады да шегіне өтірігін реттей алмай оттап отырады. Дейді көрермендер, сіз қалай ойлайсыз? Өз пікіріңізді жаза кетіңіз.